облысының кәмелетке толмағандар істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотына бүгінгі таңда 3452 талап қою арыз түскен. Оның басым көпшілігі неке бұзуға қатысты арыздар 1811. Аталған талап қою арыздары медиаторларға және билер мүшесіне татуластыру рәсімдерін жүргізу үшін жолданады. Сонымен қатар соттағы 5 судья татуластыру судья қызметін атқарып, солардың жұмысының нәтижесінде бүгінгі таңда сотта 755 талап қою арызы қайтарылып алынған. Ол бүгінгі таңда 52%-ді көрсетіп отыр. Осы орайда тараптарды неғұрлым бітімге шақырамыз. Атырау облыстық кәмелетке толмағандар істері жөніндегі мамандандырылған сотының психологиялық қызметі. Психолог қызметі негізінен ерлі-зайыптылар ажырасу процесіне байланысты, немесе отбасындағы уже ажырасып кеткен отбасыларында баланың кездесу уақыты, баламен тұрғылықты жерін айқындау мақсатында әкімшілік, қылмыстық және азаматтық процестерде 10 жастан асқан балалары ата-ананың рұқсатымен сотта сұралу және сұхбат барысында психолог бірге қатысады. Психологтың негізгі жұмыс әдісі ғылыми зерттелген, дүниежүзілік дәлелденген методика және әдістер арқылы жүзеге асады. Оның ішінде бала мен ата-ана қарым-қатынасын анықтайтын түрлі тесттарымыз бар. Екінші бақылау, сұхбат, консультациялық жұмыстар. Үшінші интерпретациялық зерттеу оңай, проективті сурет тесттері көбіне қолданатындарымыз. Отбасылық неке және отбасы арасындағы кәмелетке толмағандар істері жөнінде мамандандырылған сотқа келетін негізгі мәселенің бірі ажырасу мәселесі. Ажырасуға келіп соғатын себептер өте көп. Әрбір тұлғаның өзіндік ерекшелігі бар. Әрбір тұлғаның өскен ортасы, алған білімі, дәстүрлері деп айтамыз, ықпал етеді барлық нәрсе. Бір-бірінен көріп, бір-біріне бір нәрсені дәлелдегісі келіп, бір-бірін күнәлап келіп жатады. Дегенмен де енді біздер бейтарап адам, психолог үлкен доминант болып табылады. Жаңағы бала ата-ана арасындағы бізге енді көбіне ерлі-зайыптың мәселесін былай қарағанда қатысы жоқ болғанмен, бір отбасын сақтап қалу үшін барынша сотқа дейінгі мәмілеге келтіру жұмыстары бойынша әрекет етеміз бірінші барысында. Ол мәселелерді ашып қарайтын болсақ, көбіне отбасында кикілжің, бір-бірін түсінбестік, бірін-бірімен дұрыс қарым-қатынас орната білмеудің салдарынан ер азамат үйіне қонғысы келмейді, я жұмыста көп уақыт алады, игромания деп айтамыз, лудомания дейміз ғой. Тағы басқа мәселелер бойынша достарымен көбірек көңіл өткізуге, үйден кетіп қалу деген мәселелер көбіне әйел адамдардың арызын шағымының негізінде осылар айтылады. Енді арыз барысында енді болды, шыдамым бітті деген сияқты нәрселер. Жаңадан құрылған отбасыларда енді үлкен кісілердің, қайнапаның, ененің, жаңағы үлкендердің арасындағы келіспеушілік салдары жастарға әсер етіп жатады. Жастар бір-бірін жақсы көргенмен де үлкендермен түсінбеушіліктің салдарынан осындай болып жатады. Ата-ананың ажырасуы балаға үлкен психологиялық күйзеліске әкеліп соғуы мүмкін. Балада өзіне сенімсіздік, эмоционалдық тұрғыда ойын айтып нақты жеткізе алмау, екі ата-ананың махаббаты бір жақты болады да, көбіне екі ата-ана бір-біріне қарсы болғандықтан бала бір жақты таңдап, толыққанды мейірім махаббат ала алмауы мүмкін. Сол себепті қоғамда өз орнын таба алмай, өз қалауын, өз болашағына сенімсіздік табуы мүмкін. Екі ерлі-зайыпты отбасын құрып, бір мақсат, бір мүддемен шаңырақ көтергендіктен, ортаға жауапкершілікпен ұлын, қызын, жаңағы балаларын әкелгендіктен, екі ерлі-зайыпты бақытты, берекелі шаңырақ болу үшін ең бірінші екеуі бір-бірін тыңдап түсініп үйрену керек. Екінші мәселе, бір-біріне уақыт арнай білу керек. Күніне жоқ дегенде 40 минут, 1 сағат, ең азы бір-бірімен жақсы қарым-қатынас орната білу керек. Үшіншіден, басқа сырттағы үшінші тараптардың кірісуіне бір-бірін қорғап, бір-бірін қолдап үйрену керек. Үшінші, отбасылық рухани құндылықтарды бала бойына сіңіртіп, дамытып, үлкендермен жақсы қарым-қатынас орната білу керек. Одан әрі отбасыларыңыз берекесі кетпей, шаңырақтарыңыз шайқалмай, шырақтарыңыз өшпесін демекпін.